Ас қорыту жүйесі тақырыбына арналған тест сұрақтары. Сұрақ: қоректік заттардың қанға сіңуі? Жауап: абсорбция. Келесі сұрақ: көмірсуды ыдырататын фермент? Амилаза. Өңештің жоғарғы бөлігінің бұлшық еті? Көлденең жолақты. Бактерияларды жоятын фермент? Лизоцим. Ішек бірлері кездеседі? Аш ішекте. Алғаш ұлуларда пайда болды? Бауыр. Биологиялық катализатор? Фермент. Фермент әсер ететін зат? Субстрат. Ферменттің қызметіне жатпайды? Сілтілі ортада жұмыс. Фермент қандай температурада белсенді әсер етеді? 30-40 градус. Майлардың ұсақталуы қалай аталады? Эмульгация. Өтке сары түс беретін пигмент? Билирубин. Өт болмаса, қызметі тоқтайтын фермент? Липаза. Өт қабында жиналатын өттің күйі? Концентрлі. Аш ішекте қанға сіңірілетін зат? Амин қышқылдары мен глюкоза. Ішекте асты қорытатын ұйқы безінің сөлі? Панкреатин. Липаза ферменті әсерінен май ыдырайды? Май қышқылы мен глицеринге. Асқазан сөлінің құрамы? Сілемей, тұз қышқылы, көмірсу. Ұлтабарға ашылатын өзектер? Бауыр, ұйқы безі. Өттің құрамында бар? Холестерин, билирубин, су. Өттің қызметі? Май ыдырату, эмульгациялау, ұйқы безінің қызметін арттыру. Ұйқы безінің ферменттері? Амилаза, трипсин, липаза. Бауырға тән белгілер? Ең үлкен без, қызметі өт бөлу, қоңырқай түсті. Тоқ ішекте жүретін процесс? Су сіңіру, қоректік заттарды сіңіру, нәжістің қалыптасуы.